Мен көріп отырғандарыңыздай ошибка разноски деп тұр. Екінші полугодие 2023 жылы тапсырған отчетымыз қабылданған жоқ, және біз бұның хабарламасын ашып қараймыз. Осылай басатын болсаңыз, осы документ сіздің PDF форматта ашылатын болады. Көріп отқандарыңыздай ошибка разноски деп тұр, яғни тарату қателігі болып тұр. Біз енді осы отчетымызды кері қайтаруымыз қажет болады. Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Іскер Азамат YouTube каналы. Бүгін мен сіздерге салық есептілігін тапсыру кезінде отчетыңызда қандай да бір қателіктер туындаған жағдайда ол отчетты қалай кері қайтаруға болатындығын көрсететін боламын. Яғни ол хабарламада ошибка разноски деп, яғни сіз форманы толтыру кезінде қандай да бір қателіктер жіберген болсаңыздар, ол отчетты кері қайтару қажет болады. Және бүгін мен сіздерге осы видеода толық әрі нақты көрсететін боламын. Сондай-ақ сіздер осы видеода салық төлеушінің кабинетіне қалай кіру қажет екендігін, салық есептілік нысандар журналын қарау және келген хабарламаны ашып сіздер, сондай-ақ қате толтырылған отчетты пошагово форманы қалай қатесіз толтыру қажет. Мемлекеттік кірістер органының кодын алуды видеоның соңында мен сіздерге дұрыс қайтарылған отчетты хабарламасы қандай болатынын көрсететін боламын. Сондықтан да міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Төлеушінің кабинетіне YT батырмасын басу арқылы өзіңіздің экцепіңізбен қол қойып кіресіз. Енді осы жерден форма налоговой отчетностьті қарайтын боламыз. Яғни сізге келген хабарламаны қай жерден қарау қажет екендігін қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен форма налоговой отчетности дегеннен журнал форм деген басамыз. Және осы жерден IT деген батырманы басуымыз қажет болады. Мен көріп отырғандарыңыздай ошибка разноски деп тұр. Екінші полугодие 2023 жылы тапсырған отчетымыз қабылданған жоқ, және біз бұның хабарламасын ашып қараймыз. Осылай басатын болсаңыз, осы документ сіздің PDF форматта ашылатын болады. Көріп отқандарыңыздай ошибка разноски деп тұр, яғни тарату қателігі болып тұр. Біз енді осы отчетымызды кері қайтаруымыз қажет болады. Ол үшін налоговый заявление деген бар. Осының үстінен басамыз. Бұл жерден отзыв налоговой отчетности дегеннің үстінен басатын болады. Бұл жерде біз осы анкетаны толтыруымыз қажет болады. Бұл анкетаны қатесіз қалай толтыру қажет, қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Жаңа біз сіздермен мынандай бір уведомлениені тартып алған болатынбыз. Осы қарап мынау анкетаны толтырып шығатын боламыз. Яғни код налоговой отчетности деген 910 форма, кері қайтаратын форманың номері. Және мына жерде көріп отқандай ликвидация жабу туралы немесе очередной деп тұр. Біздікі кезекті болған. Яғни қай жылға кері қайтарғымыз келеді, соны жазуымыз қажет. Неге полугодие, яғни бізде екінші полугодие. Менде екінші полугодие 2023 деп тұр. Сондай-ақ осы жерге регистрация номерін енгізуіміз қажет болады. Бұл бізден тартып алған уведомлениемізді мына жерде тұр. Яғни осыны копировать етіп мына жерге вставить етіп қоямыз. Міне біз анкетамыздың барлығын толық толтырдық. Енді осы жерге укажите причину деп тұр, яғни сіз отчетыңызды кері қайтару себебін көрсетуіңіз қажет болады. Осы жерде деген вариантты таңдайтын боламыз, яғни салық деліктер кетті деген сөз. Осы вариантта таңдайтын боламыз. Алдағы уақытта сіздің жұмыстарыңызға кедергі болмайтын болады. Осы жерде біз келесі екінші бетке өтеміз. Мемлекеттік кірістер органының кодын енгізуіміз қажет болады. Біз салық төлеу органдарының кодын алу үшін осы жерде сервисы, регистрационный данные, ИП-ның тіркелу бойынша данныйлар ашылады. Егер сізде осы жер жаңартылмаған болса, запросик данные деген басатын болсаңыз, сіздің көрсетілген анкетаңыз, данныйларыңыз жаңарып шыға келеді. Соңғы үлгідегі біз сіздермен осындай данныйларды алуымыз қажет болады. Және осы жерде сізде ОГД-ңыздың номері көрсетіліп тұр. Қай аудан бойынша, қай қала бойынша көруіңізге болады. Және осыны көшіріп алып, ОГД-ны копировать етіп, жаңағы мынау сұрап тұрған жерге қоямыз, вставить етеміз. Егер сізде бұл көрінбейтін болса, мынаның үстінен басатын болсаңыз, траекторияның үстінен бассаңыз, және мына жерге өзіңіздің тұрғылықты районыңыз бойынша, ауданыңыз бойынша ОГД-ны осы жерге жазып та тауып алсаңыздар болады. Және оны таңдаймыз. Біздің анкетамыздың барлығы дұрыс тұрды. Енді сохранить в кабинет деген үстінен басамыз. Және ОК деген проверить деген үстінен көріп отқаныңыздай ошибка нет деп тұр, яғни қате жоқ деген сөз. Отправить ОГД деген үстінен басып, оларына қол қоятын боламыз, яғни эрсамен қол қоямыз. Осы жерде дегенді басып
успешно завершена деп тұр. Яғни окей деген батырманы басамыз. Ал енді біз кері қайтарған отчетымыздың дұрыс толтырғандығын қалай көреміз? Осыған тоқталайық. Ол үшін салық өтініштері деген батырманың үстінен басамыз. Яғни мына жерде принято деп тұр. Қарасайлығы бойынша біздің салықта кері қайтарып алу туралы мәлімет не осы жерде біздің неміз қабылданғандығы бірден кері қайтпайды. Салық комитеті оны тексеріп, салық есептілік нысанында осы жердегі нысандар журналында сіз отчетыңыздың кері қайтқандығын біле аласыз. Осы жерде найти деген батырманы басу арқылы тарату қателігі әлі бізде тұр. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін бұл отчетыңыз жабылғандығы туралы өтемдене келетін болады. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бойынша қызметтер қажет болатын болса, бізбен байланысқа шықсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.